Баршаңызға сәлем, өте дәмді күрішсіз палау дайындаймыз. Ең алдымен ұнға, жұмыртқа және тұзды су қосып, қамыр илеп тындырып қоямыз. Қазанға сұйық май құйып, төртбұрыштап туралған етімізді салып, қуырамыз. Еттің суы тартылғаннан кейін пияз қосамыз. Сәбіз саламыз. Қақпағын жауып, біраз қуырамыз. Татымына қарай тұз, қара бұрыш, паприка қосамыз. Қайнаған су құйып, қақпағын жауып, баяу отта 30 минут қайнатамыз. Осы уақытта қамырды жайып дайындаймыз. Тынған қамырды барынша жұқалап жаямыз. Сұйық май жағамыз. Видеода көрсетілгендей ұзыншалап 2 қабат ораймыз. Төртбұрыштап кесеміз. Дайын. Қазанда қайнап тұрған сорпаға ең алдымен туралған картоп саламыз, қамырымызды саламыз. Бір қайнатып, қақпағын жауып, баяу отта 45-50 минут пісіреміз. Қазандағы су тартылу керек. Міне, біздің тамағымыз дайын. Қараңыздар, қандай табиғи ашарлық. Дәмі өте керемет, ерекше болып шығады. Құрамы қарапайым болғанымен, шын мәнінде өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен болған Аянат.